Көтергене басыңды, күніңді босқа өткізіп бедің, тағдырың неге сыр айтты сараң, өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған асауды мінілмейді деп, тұлпарды сүрінбейді деп, ақ көйлек кірлемейді деп, қара ешкім жүген ағаш қайтадан гүлдемейді деп. Көтергене басыңды. Көрдің ба, біздің Сократ тамақты ғана жақсы пісірмейді, оның үстіне ақын боп барады. Жоға, Мұхтар ағаның өлең емес пе? Иван, Сен қазақшаны қайдан үйреніп жүрсің? Мен мектепте жүрген кезде бастауыш, баяндауыш, етістік, метістік дегендерің басыма кірмейтін. Бірде дос деген сөз басыма кіріп, есімнен шықпай қойды. Содан ойладым, егер күніне бір сөз жатап алатын болса, неге тілді үйреніп алмасқа деп. Кейін күніне бір сөздің жатап отырдым. Осылайша бір жылда 365 сөз үйреніп, қазақша сөйлеп кеттім.